Саламатсыздар ма? Бүгін біз шығармалар оқитын боламыз. Қызықты шығармалар. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кетіңіз. Сері туралы қызық роман. Ақан сері халқымыздың ардагер перзенттерінің бірі. Бірі ғана емес, ақын жұртымызға белгілі сан қиял өнерпаздардың қатарында. Ұлы адамдардың ішінде, өмірі де, мінезі де бөлек ерекше тұлға. Ақан сегіз қырлы, әсем сырлы, дүниеге екі келмейтін қайран сарбаздың бірі. Ақан композитор, әнші сері бұл ғана емес. Ақан өзі душар болған заманының әлеуметтік сырларын әшкерелеген, тұсындағы топас қауымға өткір сын таққан және де халқымыздың тағдырын жариялаған, патшалық отаршылдық қысымға қырын пікір қозғаған қоғам қайраткері. Жұртымыздың өнер салтынына сонша асыл қазына, өлең, әндер қалдырған. Қазіргі қауымның игілігі, рухани сусыны болып отырған тамаша мұрасы бар аяулы ақынның тарихтан да әдебиетімізден де айрықша көрнекті орын алуға әбден хақысы бар. Ақан сері шығармалары әдебиет өнер тарихында айтарлықтай бағалы. Біздің аса көрнекті қайраткерлеріміз Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасында, Ғабит Мүсірепов Ақан сері ақтоты драмасында сері өмірінің қырларын әсем сипаттап жұртшылыққа жақсы танытқан еді. Алайда өмірі мен өнері алуан қилы Ақан тұлғасы әдебиетімізге өнер кино саласында әлі толығырақ жан-жақты көрінуді тілеп ақ тұр еді. Өмірі ғажайып, ерекше тұлға. Ақын туралы жазуға қалам ұстағандардың көбі ақұштар шығар. Бірақ мұндай аңызға айналған сері жайында роман жазуға батылдықпен қоса үлкен дарынды қажет-ау. Бұрын бір ғана романмен есімі жаңа таныла басталған жазушы Сәкен Жүнісовтың Ақан сері туралы бірнеше кітабы, көлемді шығарма жазғанына мен қайран да қалдым. Тіпті кітабын күдікпен де оқи бастадым. Романның ішіне ене келе менің бұл күдігім бірден сейіліп кетті. Алдымен қуанышты сезімімді айтып алайын. Бұл романда оқығанда мен белгілі бір майталман, шебер қаламгердің жаңа ірі туындысына тап болғандай серпіле, рахаттана түстім. Бұрында кейінгі шақтарда да пайда болған талай жақсы роман, повестер бар шығар, ал мен кейінгі жылдардағы өткендегі халық өмірін, өнерпаз тағдырын, жұртымыздың рухани қасиет мұндай сан салалы, мұндай шебер суреттеген шығарманы оқыған емеспін. Бұл менің шын әсерім. Бұрыннан өмірі, өнері мен ақындық сипаты белгілі жәйттер бұл романның жұмаған ғажайып бір сон әлем болып ашылды. Романда ақынның тек серлік өмірі суреттелмейді. Бұл шығармада халықтың ақын, композиторы, әнші, ұлы әділетшіл қамқорының іс-әрекеті арқылы 10 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ даласындағы әлеуметтік жайттарды, ауыл қоғамындағы рулық тартыстар мен таптық қайшылықтарды, патшалық отаршылдық саясатпен, сауда-саттық қарым-қатынастармен далаға бірге келген қым-туық өзгерістерді қисынды, дәлелді әсерлерді суреттелген. Ұлы дарын душар болған орта. Топас қауым қазақ даласында үстем-өктем күш. Феодал мен ірі жаншорлардың сұмдық әрекеті романда айқынырақ әшекерленген. Сол тұстағы жалпы ауыл салтына, ата дәстүрлік әдет-ғұрыпқа тән, қазақи айналайын мінезге тән сипаттарды, сән-салтанаттарды, даңғаза байлар тұрмысы мен жоқшылық зардабын шеккен жарлық абайдың түйкі тіршіліктері романда жақты уақытты байланысты түсінікті жарқын елестетілген. Бұл тарапта сосын пікір туды да Абай, оянған өлке, сол сияқты кейбір шығармаларда өткен ғасырдағы осындай ауыл-ахуалда кеңде көркемде суреттелген еді ғой. Бұл романның жаңалығы неде дейтіндер де болды. Бұл романда қамтылған бұрынғы ауыл суреттері, әлеуметтік ахуалдар, тұрмыс күйлері, рутар тысталары, тапсылық қайшылықтар автордың ізденісі мен тапқырлығының нәтижесінде өзгеше жәйттер, уақиғалар, өзгеше нақыштар арқылы өзіне тән шеберлік тәсілдер арқылы ұзақ жалыды кең панорамада өрнектелген. Алдымен бұл туындының негізгі мақсатын анықтайық. Бірінші мақсаты халқымыздың дәстүрін өз ортасына, халық ортасына өрістеушілік, өнерде де өзін қосқан дос, серік қыз, жігіттерге үйретуші ерекше әншілік мектебі бар ұстаз. Екінші, бұл жерде ақын, ән толғаушы дарын. Романның негізгі жүйелері ғамт, от, шиеленістер, ұзын-ырғала
оқиғалар бастарына еркіндік іздеген ақындай абзал ардагер жар деген осынау қыздар қалыңдықтар төңірінде шиырылған желідей болып тартылған. Және де бұл жерде ақанның жардан айырылып жаны жүдеген серінің ендігі жан қанаты құлагер болды. Құлагердің тұлпары біткен адамзат зерек мінез жүйріктің күтіреттің романының ұзан ырғасындағы кәдімгі жанды кейіпкер іспетті ақынның шын серігі есебінде әсерлі сипаттап отырған. Бұл жерде басты рөлдерде ақан, ақтоты, ұрқия, құлагер бұл романдағы ең абзал бейнелер. Ақан үшін құлагер сірә ең сүйкімді, ең асыл тұлғалардың бірі. Және де бұл жерде енді біраз бақаға мінді және тілік пікірлерді білдіре кетейін. Бірінші романның басталуына 20-25 минутке дейін артқан қасқардың тым қызға әсірен суреттеліп бейнеленген. Және де ақынның ақтотымен далада жол үстінде кездесуі. Үшінші елеулі бір айтарым, ақан өзі сүйген жарға ғана ғашық. Сол жылда жаны қияр жан емес. Біздің білуімізше ақан теңіне еркін қосылмай малға сатылып, еріксіз ұзатылып бара жатқан қыздардың арашасасы. Әйел басының еркіндігін мұрат еткен, күрескен ақынның талай ұзатылу бойында ойнап барып, жарды жарыстарға айналдырған жөнінде аңыз әңгімелер аз емес. Автор романында бұл мәнді мәселелерге орын берген. Автордың ойымен келісемін. Бұл жерде белгілетін нәрселердің көбісін дұрыс ретінде айтқан. Ақан өзінің мақал өлеңдерімен арамбайлар мен зорлықшыл төре, ұлықтарды аяусыз шенеген ақын. Романда ақынның зорлықшыл, топқа деген наразы пікірі сезілсе де, бұл жайт бір шыттықтарымен суреттелген. Өзімнің ойымды қоса кетсем, бұл жерде ақан өзінің мысқыл өлеңдерімен арамбайлардың өзінің пиғылдарымен асырғысы келді. 5. Ақан әлеумет қайраткері, өз халқының тағдырына күйінуші ақын. Ақан Ресей патшасынан әуелі қомқорлық іздеп, артынан наразы пікір сездірген. Автор бұл жайтты екінші кітабына қалдырған болар, бірақ дегенмен сөз арасында осыны да аңғартса, ақанның саяси бағыты күшейе түсер еді. Бұл жерде бірінші кітабы әлеуметтік желіге жарияланған, ал екінші кітабы жарияланбаған. Алтыншысы Кенесары өңірінде ақандар еңгілік көбекті таңдайды поэмасында бұл тарихқа дәл емес еңгілік. Бұл жерде кебекті жазған 70-ке келіп өлді десек те болады. Яғни ақан серіде көптеген өлеңдерді, шығармаларды жазған, яғни ең қызықты шығармалар. Қорытынды, біздің талантты дарынды жазуымыз. Сәкен Жүнісов жазған бұл роман қазақ әдебиетінде жаңадан келген ірі туынды. Бұл жас таланттың классиктерінен зор тәлім алуының, кең зердемен, ұшқыр талаппен қажымай ізденудің игі келелі табысы болып табылады. Видеоны арнаға жазылып, тіркеліп кетіңіздер. Қызықты шығармалар қайсы бірі ұнады. Сау болыңыз.